отбасы құндылығы, қоғамдағы алатын рөлі туралы, отбасы институтын ары қарай қалыптастыру, оның болашағымызға қандай әсері бар екендігін әрдайым кездесулерінде айтып жүр. Осы игі бастаманың да негізгі мақсаты өздеріңіз елге үлгі, ұрпаққа үлгі отбасыларды халықтың арасына кеңірек насихаттап, сіздерге құрметімізді көрсету. Бүгінгі кездесуде қарияларымыздың, аналарымыздың айтқан сөздері, айтқан ақыл кеңестері өте көп. Соның ішінде сабырлы болу, аманатқа қиянат жасамау. Менің ойымша отбасы кеңестеріміз айтқандай татулықта, сыйластықта және сабырлықта болу керек деп ойлаймын.